Солтүстік Қазақстан облысында тұтынушының құқығы көбінесе бөлшек сауда жасау барысында бұзылады. Бұл облыстық тұтынушылар құқығын қорғау департаменті мамандарының пікірі. Биыл тауардың немесе қызметтің сапасы көңілден шықпай, сан соғып қалған жандардан түскен арыз шағым саны өткен жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 3 есеге көп дейді. Бұл туралы толығырақ департамент жетекшісі Ләзім Яшева өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында өткен брифингіде баяндады. Дана Сәлімқызы тарқатады. Үстіміздегі жылдың 1-90-да облыстық тұтынушылар құқығын қорғау департаментіне 73 өтініш келіп түскен. Оның 45-і жазбаша түрде жолданыпты. Статистикаға сүйенетін болсақ, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда арыз шағымдар саны биыл 3 есеге көп. Мамандар тиісті талдау жүргізді. Нәтижесінде тұтынушылардың құқықтары қандай қызмет көрсету салаларында жиі бұзылатындығы анықталды. Бөлшек сауда саласында 49%, тұрмыстық қызметтер 10%, электрондық сауда 8%, ал тұрғын үй коммуналдық шаруашылық қызметтер 7%. Тұрмыстық қызмет көрсету саласында негізінен жиһазды жасауға тапсырыс беру, пластикалық терезелерді дайындау және орнату кезеңінде тұтынушылардың жұмысының тиісті сапасына құқығы бұзылады. Осылайша ағымдағы жылдың 1-90-да жергілікті департамент ірі кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты жоспардан тыс 2 тексеріс жүргізген. Қорытындысы мәлім. Жергілікті кәсіпкерлердің бірі тұтынушының наразылығына жазбаша жауап бермеген үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 190 бабы 6 бөлігі бойынша жауапкершілікке тартылған. Екінші тексерудің нәтижесі бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс Қазақстан Республикасының әкімшілік бұзушылық кодексінің 64 бабымен көзделген тәртіппен тараптардың татуласына байланысты тоқтатылды. Сатушы мен тұтынушылардың арасында келісім шарт жасалды. Нәтижесінде тұтынушыға келтірген залал толығымен өтелді. Естеріңізге сала кетейік, осыдан 3 ай бұрын облыс орталығында орналасқан Тайга базарында тұтынушылардың құқығын қорғау бойынша сапа белгісі атты фронт кеңсе ашылды. Мамандар әр апта сайын қабылдау өткізіп тұрғындардың өтінімдері мен шағымдарын қарастырады. Бұл бағыттағы жұмыс бұнымен тоқтап қалған жоқ. Бүгінде барлық сауда нүктесінде тұтынушылардың бұрышы атты тақталар орнатылуда. Тұтынушылар бұрышында міндетті түрде сатушының, департаменттің және тұтынушылық дауларды сотқа дейін реттейтін субъектілердің байланыс деректері туралы мәлімет түрінде ұсынылуы тиіс. Бұл ақпарат қазақ және орыс тілдерінде болуы қажет. Талап орындалмаған жағдайда тұтынушылар департаментке жүгіне алады. Фактілер расталған кезде ірі және орта кәсіпкерлік субъектілері әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болады. Айта кеткен жөн, тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы ақпарат алу үшін e-тұтынушы.kz бірыңғай ақпараттық жүйесіне немесе 8-715-2-53-42-32 телефон нөміріне хабарласуға болады. Дана Сәлімқызы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.